Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сынып жетекшілердің сұрақтары бойынша тағы комментарий бөліміне сұрақ келген екен, сол бойынша жауап беремін. Ол үшін сұрағымыз былай болыпты. Оқушының және ата-ананың логин паролін ұмытып қалдым. Соны қалай восстановить етіп істеуге болады? Болмаса, жаңадан келген оқушыны тіркеп, қалай логин пароль беруге боламын депті. Алдыменен менің осы видеомды ақырына дейін тыңдаңыздар, комментарий, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер және тіркеліп кетіңіздер. Міне, ол үшін күнделікке біз мектеп және мектептің ішінде жұмыс столі деп тұрады. Осы жұмыс столін басасыздар. Сол кезде сіздерде осындай бет ашылады. Және бұл жерде адамдар тізімі деген жерге келесіздер. Сол жақтан қолдарыңыздың сол жағын қарасаңыздар, барлығы деп тұр. Бізге керекті оқушылардың паролін іздеп жатырмыз. Бізге осы жерден оқушылардың сыныбы, мына жерден сыныбын таңдайсыздар, және фамилиясын жазсаңыздар болады. Болмаса осы жерден табуға да болады. Мысалы, мен Ағабекұлы Дарын деген 8-ші кластың баласының логин ұмытып қалдым дейін. Енді сол оқушының үстіне қарап тұрсаңыздар, мына жағында карандаш тұр, иә? Осы карандашты басасыздар. Және карандашты басқанда баланың толық мәлімет шығады. Сол жерде міне пайдаланушы аты және құпия сөзі дегенді басасыздар. Бірақ бұл жерде бізге логин парольдің логині шығып тұрады, пайдаланушының аты, ал паролі осылай жасырынып тұрады. Ол үшін біз не істейміз? Бұны үстін басамыз. Және басқан кезде уақытша құпия сөз дейді. Міне, уақытша құпия сөз деп тұр. Енді біз бұны жасау үшін сынып жетекшілер, болмаса оқушыларға беру үшін, болмаса өзіңіз жасайтын болсаңыздар, міне мына логинді пайдаланушыны копировать етіп аласыздар да, жаңадан браузер ашасыздар. Міне, күнделік деген. Осы күнделіктің ішіне кіріп, сіздер жаңағы копировать еткен Ағабекұлының логин жазасыздар. Және уақытша берген құпия сөзін аласыздар. Міне, екі браузермен жұмыс жасайсыздар. Және кіру деп басасыздар. Жазады. Жаңа құпия сөзіңізді таңдаңыз. Жаңағы біздің қойғанымыз уақытша болғандықтан өзіміз ойлап табамыз. Оны ағылшын тіліне қоясыздар, клавиатураларыңызды, пернетақталарыңызды, және 2023 өзіңіз енді ұмытып қалмау үшін 8-ші класс деген 8-ші класс өзіңіз білесен парольді сенімді болу үшін, және 2А қоямын. Қайталаймыз. 2023 8-ші класс үлкен А, үлкен А. Бұны барлық оқушыларға бірдей қылып қойсаңыз болады. Міне сол кезде міне құпия сөзі пошта мекеніне жетті дейді. Енді кіріп көреміз. Кірген кезде міне Ағабекұлы Дарынның біз күнделігіне кіріп отырмыз. Мінекей, осылай жасасаңыздар болады. Бұл оқушыға жасалған түрі. Енді жұмыс стөліне барып, адамдар тура осылай ата-аналар деген бөлімді теріп аласыздар. Және қай ата-ана екенін фамилиясын білесіздер сіздер. Сол фамилиясына мына жерден ручканы басып, құпия сөз дегенді басып, жаңағы тура бірінші браузерге көрсеткен сияқты бұны да қайталаймыз. Ctrl-C. Енді екінші браузерде мына жерден шығып кетуіміз керек. Неге? Себебі біз енді ата-анаға жұмыс жасап отырмыз. Қайтадан күнделікке кіруіміз керек. Және әрбір кірген логин пароль бірдей болу үшін шатасып кетпей, өзіңіз бір болмаса, өзіңізге ыңғайлы етіп қойғаныңыз дұрыс болады.
мен солай сіздерге кеңес берер едім. Не кірдік жаңағы неге техникалық ақаулар болып жатыр. Кішкене күтесіздер, сабырлы болыңыздар деймін. Әр сабағымда мен міне уақытша бізге осы номерді берді. Бұны да копировать етіп алып, екінші браузерімізге қоямыз және кіреміз. Бұл жерде де тура солай өзіңізге ыңғайлы пароль қоясыз. Мен осылай қоям бәріне. Сондықтан бірдей пароль болған дұрыс, өзіңіз жұмыс істеген үшін. Осылай ары қарай деп сол ата-ананың қазір бізге күнделік кезеті ашылады. Міне, сізге келді деп кіресіздер.